Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану пәніне қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы денеге қалай күтім жасаймыз. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаты. Дене тазалығын сақтаудың қажеттілігін түсіну. Тістердің құрылысын, қызметін, оларды күту ережелерін білу. Кен тақырыптарды бекіту үшін бірінші тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беріп, сөз жұмбақты шешіңдер. Адам денесін ұстап тұратын сүйектер жиынтығы қалай аталады? Дұрыс, қаңқа. Бұлшықет жұмысы жиырылады және тағы не істейді? Иә, босайды. Адамның көру мүшесі қалай аталады? Тексерейік. Дұрыс, көз. Сүйек атауы. Дұрыс таптыңдар, қабырға. Ең мықты бұлшықет? Тексерейік. Шайнау бұлшықеті. Дұрыс. Еңкею, тік тұру, отыру. Нені білдіреді? Дұрыс, қимылды білдіреді. Дене әдемілігі қалай айтылады? Жарайсыңдар, сымбат деп айтамыз. Адамның ауыз қуысында орналасқан сүйек не? Дұрыс, тіс. Өте жақсы балалар. Сөз жұмбақта тігінен қандай сөз шықты? Қозғалыс. Жарайсыңдар. Керемет, тамаша. Өткен сабақтағы қозғалыс сыры тақырыбы бойынша өте жақсы білім алғандарыңды көрсеттіңдер. Денеміз сымбатты болу үшін тазалықты да сақтап жүруіміз керек. Жеке бас гигиенасын сақтау денсаулық үшін өте маңызды. Гигиена ол дене тазалығы. Дене тазалығын сақтау үнемі жуынып жүру, суға түсу, аяқты, қолды күнделікті жуып жүру, тырнақ алу, тіс тазалау, шаш күтімі. Балалар, екінші тапсырмада жұмбақтар жасырылған. Кім жылдам шешуін табады? Мұқият тыңдайық. Түйістіреді көзіңді көзіңе, жолықтырады өзіңді өзіңе. Бұл не? Иә, айна. Дұрыс. Қалтамда жатыр тісі бар, тістемей-ақ істер ісі бар. Бұл не? Тарақ. Дұрыс. Қолыңа сүйкесең, кетіп кірласың, тап-таза боласың. Бұл не? Сабын. Өте жақсы. Балалар, бұлар қандай құралдар? Бұл тазалық құралдары. Тамақ ішерде, даладан келгенде қолымызды сабындап жуып жүруіміз керек. Жуынбай жүрсек, микробтар ішкі ағзамызға түсіп, түрлі ауруға шалдығуымыз мүмкін. Білесіңдер ме, балалар, микробтар сабыннан қорқады. Ендеше тәжірибе жасап көрейік. Балалар, микроб пен сабын атты тәжірибені жасап көрейік. Қолымызды жай суға апарып, микроб салынған суға апарайық. Не өзгерді? Қозғалды ма микробтар? Жоқ, жақсы. Ендеше қолымызға сабын жағайық. Ал, апарайық. Не байқадыңдар? Микроб қозғалып кетті. Ол неге қозғалды деп ойлайсың? Микроб сабыннан қорқады. Сондықтан достар қолымызды
сабынмен үнемі жуып жүрейік. Өте жақсы. Иә, микробтар сабыннан қорқады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, суретті ребусты шешіңдер. Ойланайық. Тексерейік. Тіс, дұрыс, жарайсыңдар. Ендеше тістің қызметін анықтайық. Алдыңғы тістер, күрек тістер, тамақты тістеп үзеді. Күрек тістердің екі жағындағы ит тістер, олар тамақты бөлшектеп ұсақтайды. Жалпақ дөңес тістер, азу тістер, олар тамақты майдалап шайнайды. Есіңде сақта, тіс сау болу үшін тісті күніне 2 рет тіс щеткасымен тазалап жуу. Тәтті тағамдар шамадан тыс жемеу. Газдалған сусындарды ішпеу. Тіс дәрігеріне жылына 2 рет қаралып тұру керек. Балалар, тіс күтіміне пайдалы және зиянды іс-әрекеттерді білу үшін көңілді, көңілсіз тістер ойынын ойнайық. Берілген сөйлемдерді қай тіске апарамыз? Бағалау критерийі. 6 сөйлемді де дұрыс тапқан оқушы 10 ұпай. 5 сөйлемді тапқан оқушы 9 ұпай. 4 сөйлемді дұрыс тапқан оқушы 8 ұпай алады. Тексерейік. Тісті тазалап жүру. Дұрыс. Тамақ ішкен соң ауызды шаю. Дұрыс. Жеміс жидектер жеу. Дұрыс. Көңілсіз тістерге қай сөйлемдерді апардық? Тәттіні көп жеу. Дұрыс. Кока-кола ішу. Дұрыс. Тісті жумай жүру. Дұрыс. Өте жақсы, балалар. Бағалау критерий бойынша алған ұпайларыңды белгілеп қойыңдар. Балалар, сабақты қорытындылау үшін тазалық құпиясын ашамын тапсырмасын орындайық. Берілген сөйлемдерге иә, жоқ деп пікір білдіресіңдер. Бағалау критерийі. Барлық пікірді дұрыс айтсаңдар, 10 ұпай беріледі. Тісті күніне 2 рет тазалау керек. Иә, дұрыс, жарайсыңдар, балалар. Денені жумай жүру керек. Жоқ, дұрыс, өте жақсы. Ұйықтар алдында аяқ қолды жуып жату керек. Иә, дұрыс. Гигиена жеке бас тазалығы. Иә, өте жақсы. Тамақ ішерде қолды жумай, тамақ ішу керек. Жоқ, дұрыс, жарайсыңдар. Балалар, алған ұпай сандарыңды өздеріңе белгілеп қойыңдар. Бүгінгі сабаққа белсенді, өте жақсы қатыстыңдар. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, үйде орындайтын оқу тапсырмасы. Тазалық ережелерін құрастыру. Денеге қалай күтім жасау және тіс тазалығын сақтау туралы ережелер құрастыру керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.